Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін Наурызбай ауданы номер 221 жалпы білім беретін мектепте киноленд жобасы басталды. Киноленд жобасының мақсаты оқушыларды кино өнерімен таныстырып, шығармашылыққа қызығушылық ояту және танымал актерлармен кездесу арқылы оларды шабыттандыру. Осы жоба аясында біздің мектебімізге кино әлемінің жарқын жұлдызы актер Азамат Сатыбалды қонаққа келді. Бұл кездесу шығармашылыққа, өнерге, үлкен арманға қадам басуға мүмкіндік. Қазіргі қазақ киносы дамуын қалай бағалайсыз? Егер 5-тен жоғары баға болса, одан да жоғары баға беремін. Қазір қазақ киносы өте қарқынмен дамып бара жатыр. Ол сендер сияқты жастардың арқасында. Қазір қарасаңыз, соңғы кезде Ауру деген фильм, былай қарасаң жанры басқа, 21+-тің өзінде 1 миллиард теңге тапты. 37 деген кино, қарасаңыз, комедия емес. Комедиялардың барлығы, сапасыз кинолардың бары төмендеп жатыр. Бұл өте жақсы нәрсе. Соңғы сұрақ, жас актерлерге берер басты кеңесіңіз қандай? Актердің ең бірінші құралы тазалығы. Егер актер неге кішкентай баламен жануарға біз қатты қараймыз. Мысалы, қарап қаламыз, өйткені ода тазалық бар. Актер таза болмаса оған қарамайды адам. Ең басты актердің жүрегінің тазалығы. Актер былғанбау керек. Актер өсек айтпау керек, актер жамандық жасамау керек, актер қиянат жасамау керек, актердің жүрегі таза болу керек. Актердің жүрегі таза болған кезде, мысалы, 10 адам шықса, сен бір адамға қарайсың. Неге қарайсың? Өйткені ананың ішіндегі тазалығы тартады сені. Көрініп тұрады. И саған театрға келгенде көрермен сені сахнаға шыққанда, сахнаға 50-60 актер шығады, бірақ көрермен саған қарап отырады. Неге? Өйткені актерлардың ішіндегі сондай обаяние болу керек. Кездесу барысында қонақ өз өмір жолы, өнердегі алғашқы қадамдары және шығармашылықтағы жетістіктер туралы әңгімеледі. Кездесу соңында естелік суреттер түсіріліп, қатысушылар ерекше әсермен тарқасты. Жанды сұхбат, шабыт, жаңа идеялар бәрі осы кездесуде. Мария Мамахан, Алуа Тұрлыбек, апта жаңалықтары.